Көзге шөп салған ерлі-зайыптыларды басқа елдерде қалай жазалайды? Қазақ контентін қолдау мақсатында менің арнама жазылып, қызықты видеоларды тамашалай аласыздар. Көзге шөп салудың эмоционалдық және психикалық салдары шиеленісті тудыруы мүмкін, немесе тіпті қарым-қатынасты, некені тоқтатуы мүмкін. Кейбір елдерде неке адалдығын бұзудың ақшалай айыппұлдар мен бас бостандығынан айыру сияқты құқықтық салдар да бар. Ресейде ер адамдарға көзге шөп салу оңай және жеңіл болды. Егер ер адам сырттан басқа елге бала таптырса, онда ол шіркеуге барып күнәсі үшін айыппұл төлейді. Алайда ол әйелінен кешірім сұрауға міндеттемес еді. 15 ғасырда әйелдерге сатқындық жасаған күйеулері үшін жазаны өздері таңдауға тапсырды. Әйелдер өздерінің реніштері мен ауыртпалықтарын әртүрлі жазалар арқылы шығарады. 1-2 ғасырдан кейін ер адамдарға жаза қолдану алып тасталды. Олар тек шіркеуде тек күнәсі үшін өкінетін болды. Бұл әрекеті оның сатқындығын кешірілуіне жеткілікті болды. Қытай қатаң ережелер елі. 1913 жылы олар сатқындық бойынша заң қабылдады. Егер әйелі күйеуінің опасыздығын білсе, оны бүкіл денесін таяқпен ұрып соққан. Ол 100 ауыр соққыға төтеп беруге мәжбүр болды. Оның үстіне күйеуі жыныстық қатынасқа түспесе де, басқа қызға жай көз қиығын салғанның өзі көзге шөп салу болып есептелді. Швейцарияға келсек, мұнда сатқындықты аса қатты жаман қабылдамады. Сондықтан бұл іске қатысты заңдар өте гуманистік түрде болды. Егер ер адам сатқындықпен ұсталса, оған келесі 3 жыл бойы үйленуге тыйым салынады. Швейцарлықтар мұндай жазаның дұрыс екеніне және келесі жолы сатқындық жасамас бұрын адам бұл туралы ойланатынына сенімді болды. Филиппиндерде жұбайынан басқа біреумен жыныстық қатынасқа түскен ерлер мен әйелдер түрмеге жабылуы мүмкін, және олар көзге шөп салған екінші серігі де. Жұбайын алдап ұсталған әйелдер 6 жылдан, ал ер адамдар 4,5 жылдан аспайтын мерзімге бас бостандығынан айырылуы мүмкін. Сонымен қатар ер адам қай әйелмен көзге шөп салса, сол әйел де 4 жыл және 1 күнге жер аударылады, яғни басқа қалаға көшуге мәжбүр болады. Егер ер адам үйленген әйелге ғашық болса және төсектес болса, оның жазасы 6 жылға бас бостандығынан айырылады. Индонезияда шариғат заңы зінақорлыққа тыйым салады. Егер біреу ұсталса, олар 9 айға дейін түрмеге жабылуы мүмкін. Индонезия заңдарында зінақорлыққа қатысты заңдар жоқ, бірақ елдің көпшілігі мұсылман және шариғат заңдарын ұстанады. Мысалы, Индонезияның тәуелсіз Аче провинциясында үкімет некеде немесе туыстық қатынаста емес, қарама-қарсы жыныстағы адаммен оңаша тұруға және зінақорлық жасауға тыйым салатын заңдарды жасады. Тайванда зінақорлық жасағандар 4 айға түрмеге жабылады. Заң архаикалық деп сынға алынды. Тайван мен Филиппин опасыздықты қылмыс деп санайтын жалғыз Азия елдері. 4 айлық үкім іс бойынша 3-ші тұлға болған басқа ер немесе әйелге қолданылады. Ал алдаған күйеуі немесе әйелі 1 жылға бас бостандығынан айырылуы мүмкін. Тайваньдың мәдениет министрі Лунг Ингтай заңнан бас тартқысы келетінін айтты. Бірақ 2013 жылы департамент жүргізген сауалнама респонденттердің 82% заңның күшінде қалғанын қалайтынын растады. 2002 жылы оңтүстік Дакота әйелдері басқа елді сотқа бере алатындай етіп гендерлік заңдағы бейтарапты енгізді. Бұған дейін тек ер адамдар ғана ер адамды соттауға рұқсат етілген еді. Мұндай сот процестері айыппұлдарға келуі мүмкін, және 2002 жыл бір хирург үйленген әйелмен төсектес болған үшін $400,000 төлеуге мәжбүр болған. Нью-Мексикода осыған қатысты заңдар бар. Шын мәнінде заң Нью-Мексикода сатқындарды қудалау үшін жиі қолданылмайды. Көптеген істерді дәлелдеу қиын, және сатқынды нақты жауапқа тартуға келмейді. Басқа штаттардағыдай, егер 3-ші тұлға кінәлі деп танылса, айыппұлдар тағайындалады. Мемлекет бұл заңды 1926 жылы қабылдады, және оны жұбайы басқа адам неке қатынастарына қасақана араласқандықтан, яғни жұбайының қызметтерінен, серіктестігінен және консорциумнан заңсыз айыруға негізделген деп есептесе, оны қолдануға болады. Иллинойс штатындағы сатқындар 1 жылға бас бостандығынан айырылып, $2,500 айыппұл төлейді. Дегенмен заң сирек орындалады. Оклахома штатында жарына опасыздық жасаған үшін кінәлі деп танылған кез келген адам 5 жылға дейін бас бостандығынан айырылуы мүмкін. $500 айыппұл төлейді, немесе екеуі де болуы мүмкін. Оклахома заңы сондай-ақ ажырасқаннан кейін 30 күн ішінде басқа біреумен бірге тұруға немесе ажырасқаннан кейін 6 ай ішінде қайта некеге тұруға тыйым салады. Ал Солтүстік Каролина ерлі-зайыптыларға қаржылық кек алуға мүмкіндік береді.
Осы тізімдегі көптеген басқа штаттар сияқты солтүстік Каролинада адал емес серіктесті және олардың сүйіктісін сотқа беруге мүмкіндік беретін заң бар. Ол жақта күйеуінің сот арқылы әйелінен сатқындық үшін $8 миллион алғаны жайлы оқиға бар. Жергілікті заң фирмасы солтүстік Каролинада жыл сайын 200-ге жуық неке адалдығын бұзуға қатысты сот ісін жүргізетінін айтады. Кішкентай Бруней патшалығы жақында бұндай сатқындықты ауыр қылмыс санатына жатқызды. Малайзияға жақын орналасқан тропикалық Брунейдегі жаңа заң сатқындық үшін өлім жазасына кесуге рұқсат береді. Ислам заңы негізінде қылмыстық кодекске енгізілген жаңа толықтыру қылмыскерлерді таспен атып өлтіруді талап етеді. Бір жыныстылар үшін өлім жазасын қамтитын саясатқа халықаралық наразылық білдіргеннен кейін Бруней сұлтаны Хассана Болкиах заң орындалмайтынын айтып өтті. 2008 жылы жарық көрген Сарая фильмі осы заңдарға сүйене түсірілген. Онда күйеуі әйеліне көзге шөп салды деп жала жауып, жұртшылықпен өзінің туған ұлдарымен қосылып таспен ұрып өлтіреді. Осы киноны көруге кеңес беремін. Ауғанстанда зинақорларды ұзақ мерзімдік түрме күтіп тұрды. Ауғанстанның қылмыстық кодексіне сәйкес сатқындық жасаған ерлі-зайыптылар ұзақ мерзімге бас бостандығынан айырылу керек. Тіпті зорлық құрбандарын да сатқындық жасады деп айыптай алады. 2013 және 2012 жылдары Ауғанстанның тәліптер бақылауындағы аймақтарында зинақорлық жасады деген күдікке ілінген әйелдер өлім жазасына кесілген. Сауд Арабиясында зинақорлық таспен ату жазасына кесілетін қылмыс болып табылады. Шариғат заңы бойынша, егер адам сот алдында 4 рет кінәсін мойындаса, немесе қылмысты 4 мұсылман куәгер растаса ғана зинақорлық үшін сотталады. Осы тізімдегі басқа елдерден айырмашылығы, Сауд Арабиясы өлім жазасын жүйелі түрде қолданады. Пәкістанға келетін болсақ, Пәкістан 2006 жылы неке адалдығын бұзуға қатысты заңдарды жұмсақ етті. 1979 жылдан бері ислам дәстүрі бойынша Пәкістанда зинақорлық қылмыс болып саналады. Бірақ 2006 жылы әйелдерді қорғау туралы заң осы ереженің бөліктерін өзгертіп, жергілікті соттардан неке адалдығын бұзғаны туралы айыптарды қадағалауды талап етіп, неке адалдығын бұзды деп айыпталған 1000-нан астам әйелді кепілге алуға рұқсат береді. Суданда жарына сатқындық жасау қылмыс болып табылады. Бұл үшін әйелдерді тұтқындау ықтималдылығы жоғары, бірақ сатқындық жағдайында өлім жазасына кесілмейді. Суданның 1991 жылы қылмыстық заңы бойынша неке адалдығын бұзу таспен ату жазасына кесілетін өлім жазасы болып табылады. Осы заң бойынша сотталған әйелдер, соның ішінде жүкті әйелдер туралы мәліметтер болды, бірақ өлім жазасының орындалғаны туралы ешқандай дәлел жоқ. 2010 жылы Суданда өлім жазасына қатысты зерттеу көрсеткендей, 2007 жылы 2 әйел неке адалдығын бұзған үшін таспен ату жазасына кесілгенмен бүкіл үкімдер ешқашан орындалмаған. Егер Угандаға келетін болсақ, Угандада заң бойынша егер ер адам әйелін алдаған болса, ол 12 айға түрмеге жабылып, 200-ден 600 шиллингке дейін айыппұл төлейді. 2007 жылы үкімет бұл заңның күшін жойды. Угандада зинақорлық жасаған әйел 6 айға бас бостандығынан айырылуы мүмкін. Руандада некеде тұрғанда басқа адаммен жыныс қатынасқа түссе, 6 айдан 1 жылға дейін түрмеге жабылып айыппұл төлейді. Айыппұл мөлшері 100 мыңнан 200 мың руанда франкіне дейін, 112-ден 225 ақш долларына дейін. Мысырда атап өтетін болсақ, Мысырда әйелдер 2 жылға дейін, ал ер адамдар сол қылмыс үшін опасыздық жасаған үшін 6 айға бас бостандығынан айырылуы мүмкін. Мысырдың бұл заңы Мысырдың мұсылман халқы ұстанатын шариғат заңына қайшы келеді. Шариғатта некеде опасыздық жасаудың жазасы еркек пен әйелге бірдей. Осы видеоны аса лайк басып және арнама жазылып мені қолдасаңыз алғысым шексіз қадірменді көрермен. Менің арнамнан алда осындай қызықты және таңғаларлық видеороликтерді тамашалайсыздар. Сіздермен болған Арай Факт арнасы.